Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмі ауызда еритін, жұмсақ болып шығатын тауық аяқтарына бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын жуып тазалап, осылай араларын кесіп алатын боламын. Яғни араларын кескен кезде дәмдеуіштеріміз араларына әдемі жағылып, дәмі әдемі сіңетін болады. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып алыңыздар. Енді 1 шай қасықта мен құрғатылған чеснок салдым. 1 шай қасық паприка салдым. 1 шай қасық ащы бұрыш және жарты шай қасық қара бұрыш салдым. Енді 2 ас қасықта мен соус салып алатын боламын. Соустың орнына майонез салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Яғни араларын жұмсақ сулы етіп тұратын болады. Енді 1 ас қасықты толтырмай, мен осылай тауыққа арналған дәмдеуіш салып жібердім. 1 ас қасықты толтырып салсаңыздар да дәмі өте әдемі болады. Енді барлығыны жақсылап қолымызбен араластырамыз. Яғни дәмдеуіштеріміз араларына жақсы жағылып, осылай сіңуі қажет. Араластырып болған соң мен 2 сағатқа мұздатқышқа қойып қоятын боламын. 1 сағат қойсаңыздар да болады. Қаншалықты көп тұрған сайын соншалықты дәмі әдемі сіңетін болады. Енді мен 1 ас қасықта толтырып құрғатылған томат салып жібердім. Бұл міндетті емес достар. Және бұл тауығымыздың түсіне әдемі ету үшін салдым. Томаттың орнына кәдімгі томат, яғни құрғатылған томаттың орнына кәдімгі томат немесе кетчуп салсаңыздар да болады. Енді духовкада 160 градуста 40-45 минутқа қойып алдым. Міне біздің тауықтарымыз дайын болды достар. Өте дәмді, аралары жұмсақ сулы болып шықты. Мен қасына осылай картоп дайындадым. Картоптың рецептісін менің каналымнан таба аласыздар. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің каналымнан жаңа ерекше рецептерді таба аласыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.